Когда айлығың түсті? Не болды? Айлығың түсті ме не? Тәте, ертеңге ақша керек еді, беріп тұршы. Балам продуктыға ақша керек. Тәте, мама нанға тиын берсін деп жатыр. Мама ертең жұмысқа барады, жолға ақша беріңізші. Когда балдарың келді, туған әпшең үйде. Мен жатсыға тіліктеріңізбен келгенім сол брат. Сол сіз сыйлағаннан кейін қолыңызды алып кетейін деп келдік. Болды, кірсеңдерші үйге, как раз тамақ пісіп жатыр, кеттік, жүр. Әпшені қаладан дос балдар келген ғой. Қалайсыңдар, балдар? Қайсыздар әпше, жада жасыма? Ке, дастарханға отырсыңдаршы. Әпшені ініңіз құрметтеген еміз қолын ап берейік деп келгенбіз ғой. Мынаны құрметтеп жүрсіңдер ма? Құрмет дейді әпше. Бұл әлі есін анда сүйеді ғой. Не? Кешеге дейін көтін жудың ғой? Әпше қадірлеп келіп жатыр еді, қолымды алуға ше. Сен көтін сүтпейсің ғой? Қалай қадірлейді сені? Жігіттер асығыс шығарсыңдарсыңдар. Жүрден шығатсың. Жақсы жігіттер, негізі әпшем ойнап жатыр ше. Арасын сөйтіп әзілдеп тұрады ше. Негіз ойнап айтып жатыр жігіттер. Жақсы онда. Широгийсің ба не? Ренжімес, брат, байқамай қалдым ше. Широгиймін? Ау? Байқап, аузын шығып кетті, брат, ренжімес. Мен аударып жатқанмын, аузынан кеткен ма? Широгиймін біле. Ау, дейсің? Ренжімес, брат, байқамай қалдым ше. Не істеп жатсың негіз, брат? Өргірлап атым. Өргірлап жатыр. Біздің үй мынау, брат. Пших. Мазылап қойдың ба? Ренжімес, брат. Широкиймін біле. Ау, не дейсің? Широкиймін не болды сонша? Не, осыдан көрші? Широгийсің ба? Біле салайын деген ма? Шампун қалдыр, Тәте, Ау, жүрсең аяққа кино көреміз. давай кеттік. Сонда битсе найзаға шығып кете сала деген қолына не? Сонда 4-ші доза секірсе аяқ сынбай дегенде, әйтеуір түсіре беретін болмыз киноларда. Мен көрген сияқтымын, қазір анау қол айтты да сонымен өледі ғой соңында. Артындағысын көрмей қала дегенде. Мына мен жылай көрдім. Когда қарындасың қалаға 1 сағатқа барып келді. Привет, аға. Не дедің? Привет, аға. Неге тәте демейсің? Қойыңызшы, братан. Мынауың бірақ жүрегіме шілей қат дейді ше. Братан, шлей деген не ол? Сен әжептәуір өзгеріп кетіпсің ғой, Ажептеуір, братан, казахский не знаю. Бала, қашан үйренесің? Құдай қаласа енді жылай келем ғой. Мен сияқты сабырлы кенжек ал. Иә? Ертең балдарым таяқ жеп қиналған қаламаймын ше, мама. Ассалаумағалейкум. Не іздедіңіз? Футболка бар ма? Нормально сияқты. Осы дұрыс па? Осыны аласыз ба? Інім, сәл ыңғайсыз болып отыр ше. Өміріңіз ыңғайсыз ба? Ыстық болып отыр ше, інім. Ыстық қой жетсі аға. Шынымен 5 теңгеден Иә, ба? безім ғой, полный скидка болып отыр. Бір деген иш шығып отыр. Бағана шешінекпен пияз жегем обедке. Көре берсең аға. Інім, мыналар 50%-те ма? Иә, 50 ғой, полный ердегі. Інім, көріп алсам бола ма? Көре берін. Көріп алайын да? Көре берсең, өзің бойы. Қашса енді? Жоқ, көре берің, осылай дұрыс та. Осы шілек ұнадым аға. Осы ұнады ғой. Кән, киіп алсаң. Інім, киіп алайын да? Ыңғайсыз болып жатқан жоқ па? Ыңғайсыз болып отыр ғой сол. Шілек нормально еді ғой, материал жақсы. Болмаса сүйісе салайық, інім. Жігітім бар ше. Когда суға жұмат тосындаған ақша бар? Чиктер су ішіне ішу керек. Мен ойланайыншы. Горилла шекті. Горилла зиян ғой дейін салыпқа. Бір кола шекші. Қанды көбейт жүреді. Фанта шекші. Фанта шлей тәтше болмайды. Макси чай шекті, зеленый. Болмайды, шлей тәтті ғой. Зиян ғой дейін салыпқа. Онда анардың суын шекті. Қанды көбейт жүреді шлей шекті. Бір түрлі өкіл. Бір бәле шекші қой, шөлдек біт. Бір бәле зиян ол ше. Денсаулық болмайды. Ақ су жоқ па? Ақ су бар ғой, гранттың су. Сондай ішкілерін кеп тұр ма?
Соны айта алмайатсыңдар да. Ондай емес. Сондай ма? Вот как. Жо, ондай. Когда братанға 2-3 штук сақал шықты. Әбит әде, сақал өсіргесіз ба? Я өсіріп алдым. Ал қатты білініп тұр ма? Тараға кеш. Қайға баратсыңдар? Қалаға баратыр. Маған да сақал жай өсіретін крем әкеп беріңдерші. Чода қатты өсіп барады ше мынау. Тәте сақал қырайын жатсыз ба? Сен мені сақал қырады деп ойладың ба? Еркек деген сақалын қырмайды. Қатын болып жылтырып бет болып жүргенше сақалмен жүрген артық па оғлым. Жетісайда күн жанып кетті ғой, маза қашып кетті. Мынау кім тағы? Сіз не кредит төлемей жүрсіз? Алло, Сенде уже просрочка 2 ай. мынау бәле болды ше, ё-моё. Шаршап кеттім бар ғой бір. Ой, ассалаумағалейкум. Қақта жүрсің? Не қылдай, мазың жоқ қой? Ой, ақша жетпей жатыр. Жетісайда таксовать етемін, болмай жатыр ғой, короче. Мынандай машинамен жүріп ақша жетпей жатыр ма? Болмай жатыр ғой сол. Мысалға Жетісайда отырсың, азында Яндекске кіресің да межгород заказ аласың. Шымкентке барасың, бірінші рейс ақша бар. Шымкентте 2 сағат таксовать етесің, тағы 15 теңге ғой. Сонымен кешке қарай Жетісайға қайтасың, тағы ақша ғой. Тек Жетісайдан ғана істеуге бола ма сонда? Жоқ, Сарыағаш, Арыс осындай біз сияқты райондарда істей берсең болады ғой, межгород тұрасың. Шынымен айтып отырсың ба, брат? Яғда өз көлігің, өз уақытың ғой. Ешкім саған бұйрық бермейді. Одан бөлек Яндекс неше түрлі бонустар беріп жатыр ғой. Жаңадан қосылғандарға неше түрлі жеңілдіктер бар. Яғни алғашқы заказға комиссия аз болады, көбірек ақша саған қалады ғой. Әр межгород заказға қосымша үстеме төленеді ғой. Бұл дегенің әрбір рейстен тағы қосымша табыс аласың ғой. Сонымен қатар егер қанша көп заказ жасасаң, сонша көп бонус аласың. Бонус болғанда ол қалай ол? Қалай ақша түседі? Ой, 5 заказ 1800 теңге, 8 заказ 2880 теңге, 11 заказ 3960 теңге, 14 заказ 5040 теңге. Яғни көп заказ, көп пайда. Ол Яндекске қалай тіркелемін мен? Ой, мен өзім істеп жүрген OneClick дейтін таксопарк бар. Өздері түсіндіреді, өздері тіркеп береді ғой, 2 минутта. Онда номерін айтсай маған? Онда жазып алсай, Давай. 707 107 0555 қой. Өздері тіркеп тастайды ше. Жақсы екен ғой. Болды, сөйтіп ұра бересің ғой. Мен апарып тастасай үйге. Жоқ, мен уже тіркеліп қойдым, заказдарым бар, түссей бар. Түссей бош бар, мен машинамнан кет бар. Заказ істемеймін баш. Когда папаң сенде кезде Марста үй саған? Бала, тұры, сенде кезде біз вообще жатпайтынбыз. Сенде кезде вообще тамақ жемейтінбіз біз. Бала, сен сабағың не болып отыр? Оқып жатырмын ғой, нормально, паркке алдым ғой. Сенде кезінде күніге 4 диплом алатын. Жылына бір-ақ рет береді ғой негізі. Папа, мен қазір далаға шығып келем я. Туалетке барасың ба? Мен сенде кезде вообще тышпайтын едім. Папаны тісейтін шығарып ше. Сенде кезінде 4 арыстан аяғын беріп жататын. Аяғым шайнап жататын еді. Не қылды? Мен видеоға добивка таппай жатырмын ше. Мен сенде кезде бір видеоға 20 добивка табатын едім. Когда тәтеңмен киінуге келдің? Жүр, інім киініп ал. Мен киіммен жүргенге 5 жыл болды ғой. Талмады ба? Братан, мынау ақ жарасады ше, маған ақ киін. Кішкентай ол. Маған киесің. Бір салақ алайықшы, брат, нақыра бір болсын. Слак сөйтіп не қыласың, мә джинсы ал. Как раз сенің размерің. Иә? Інім, размерің қанша еді сен? 39 ғой тада. Мә 44-ші размер как раз. Айыппе, дәу емеспін ғой. Жүндес киіммен киесің ғой. Әдем болды, інім. Как раз сенің размерің, мощный тұр. Айтшы қарындас. О, қандай керемет, күшті тұр. Анау дәу сияқты дада, сәл жүр. Жоқ, інім, нормально. Как раз келесі жылда киесің. Бұдан кейін өспеймін ғой дәте мен. 27 жасым. Айт, болды, нормально. Қортық